Ассалаумағалейкум құрметті достар, мінекей JD.Rus сайтынан келген кезекті тапсырыс. Бұл тапсырыс шамамен 20 күннің ішінде жетті. Жаңа жылдың алдында ғана тапсырыс берген болатынмын. Мінекей осындай коробкаға салып жіберген. Бұның ішінде мінекей осыған дейін көрген шығарсыздар, менің каналымда OnePlus X деген смартфон. Бұған дейін менің каналымда осы смартфонның ақ версиясы болған. Ол AliExpress'тен келген болатын. Бұл жолы қара версиясын тапсырыс бердім. Осы JD-ден $210 теңгемен шаққанда шамамен 71 мың теңге болды. Сол жаңағы ақша шешілетін сәтте карточкадан неке осындай ғана OnePlus X смартфоны. Коробкасы мекені сырты өзі бір пластик сияқты, мына soft touch сияқты тіпті. Мінекей ішінде OnePlus X смартфонымыз. Мінекей мынау документациясы, осындай тоже бір мына сырты soft touch сияқты, мынандай ұстағанға ыңғайлы. Мінекей осындай user guide дейді, ағылшын тілінде. Және Quick Start жылдам іске қосу. Және мінекей мынандай кабелі микро USB. OnePlus-ның өзінің мінекей мынандай эмблемасы бар. Және біздің стандартқа арналған осындай зарядка. 5 вольт 2 амперге арналған. Бұл жаңағы европейский версия болғандықтан мінекей E1003 деп тұр. Бұл жаңа европейский версия, яғни көптеген барлық жаңа LTE стандарттарды қолдайды. Сол үшін де мінекей евро версия болғандықтан зарядкасы да біздің стандартқа арналып істелінген. Мінекей мынаның ішінде мынандай скрепка және бампері бар. Өзімнің пластик мына жәшігі бампері, осының екенінде силикон бампер. Мына жерде өзінің жазуы бар, мінекей дизайны OnePlus-та жасалған деген. Мінекей осындай телефон, ішінде Snapdragon 801 процессор орнатылған. Алдыңғы видео жаңа ақ версиясы AliExpress-тен келген көрсеңіздер, сол жерде характеристикасы бәрі көрсетілген. Ерекшелігі жаңа AliExpress-тен келген ақ версиясының прошивкасында болды. Прошивкасы мына жерде Oxygen деген прошивка болу керек, жаңа Android 5.1-дің базасында жасалған. Ал жаңа AliExpress-тен келген ақ версиясында Hydrogen версиясы болған прошивкасы. Мінекей достар, мына жерде использовать кнопки программного обеспечения деп тұр. Мына жерде жаңа экранный кнопканы шығаруға болады. Мына Nexus-тағыдай мінекей мына жердегідей экранный кнопка және өзінің мына жерде сенсорды кнопкасы да бар. Қосқан кезде мына жесттары да бар мінекей. Бұны бәрін қосып қоямыз. Және мен қолданатын SwiftKey деген өте жақсы клавиатура, сіздерге де рекомендовать етемін. Настройка бітті. Мінекей осындай ғана телефон OnePlus X деген. Мінекей Nexus-пен салыстырғанда мінекей размерін көріп байқап отырсаңыздар, мінекей биіктігі сәл биіктеу Nexus-тан. Жалпақта жанында шамамен бірдей болады, көп болса 1 мм разница бар шығар. Және мына Meizu телефонымен де салыстырып көрсек, Meizu M2 мини смартфоны 5 дюймді, биіктігі шамалас, жалпақтығы да шамалас болады. Бірақ мына Meizu-дің арт жағынан дөңес болғандықтан, мынандай домалақ болғандықтан қолға ұстауға ыңғайлы. Мынау да өте ыңғайлы, өйткені бұның да шеттері мынандай 2,5D дейді. Әйнек алдыда, артыда әйнек 2,5D стандарты бойынша жасалған, яғни дөңестелген шеттерде.
әлі өте жұқа, сол себепті ұстауға өте ыңғайлы. Характеристикасын қысқаша айта кететін болсам, Snapdragon 801 процессор орнатылған, 3 гигабайт азу, 16 гигабайт өзінің жедел жадысы бар. Мына жерде мінекей 2 симка салуға болады, не болмаса 1 симка және 1 microSD флешкасын салуға болады. Камерасы 13 мегапиксель, Samsung камерасы болу керек, ұмытпасам. Алдыңғы камерасы 8 мегапиксель аудио. Бұл алдыңғы камерасын жаңағы угол обзора үлкен, жаңағыдай селфилі жасағанға өте ыңғайлы камера. Айта кететін болсам, мінекей рамкалары темір, мынандай темно-серый дейді, сұр түсте селінген, қара сұр десе де болады. Мінекей осындай өте әдемі, ыңғайлы, осындай бір смартфон. Мінекей достар, осындай телефон келді бүгін. Телефонды өзіме қалдырсам ба деген ойым бар. Nexus'қа айырбас ретінде, осы Nexus'тың бір жаман жері, батареясы слабый, әлсіз. Күніне 2-3 рет зарядтауға тура келеді. Және айта кететін жайт, мына экраны Full HD 5 дюйм. Басқа телефондардың айырмашылығы, мінекейдің айырмашылығы, экраны Super AMOLED дисплей. Яғни қара түс қап-қара болып көрінеді. Қазір бұл телефондардың бағасы $249 негізі JD-де сатылып жатқан, бірақ қазіргі сәтте $10 ғана купон беріп жатыр. Мен алған кезде $40 купон берген болатын. Сол $40 купон пайдаланып $209 алғанмын. Қазір бұл телефонның бағасы әлде қайда қымбат болады. Және де міне мына жерде мынандай переключателі бар, 3 режимде, жаңағыдай мазаламайтын, тек қана вибрация және обычный режим деген режимдерін қосуға болады. Болашақта егер осы телефонды өзіме қалдырып жататын болсам, обзор жасауға тырысамын осы телефонға. Әрине, егер өзінің қожайыны табылып, сатылып кетпесе. Мінекей достар, бүгінге осы. Назар қойып көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.